Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ешқандай майға қуырылмайтын өте дәмді әрі пайдалы баклажаннан рулеттер жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Керекті заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Көкөністерімізді жуып тазалап дайындап аламыз. Сосын баклажанымызды ені 2 мм-дей жұқалықта кесіп шығамыз. Кесілген баклажандарды бос ыдысымызға салып, үстінен біраз қасық тұз салып, мұздай су құйып, 15 минутқа қалдырамыз. Оған дейін біз қызанақтарымызды ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Бізде келесі кезек соус үшін сарымсағымызды майдалап турап аламыз, немесе үкіштен өткіземіз. Осылай турап алынған сарымсақты 2 ас қасық майонезбен араластырамыз. Сонымен соусымыз дайын. Енді суда тұрған баклажандарымызды құрғақ майлықтарға жайып кептіреміз. Енді 2 жұмыртқамызды тарелкаға салып, кішкене шым-шым тұз саламыз да араластырамыз. Одан соң нан үгіндісін 2-ші тарелкамызға салып дайындап аламыз. Баклажандарымызды дәл видеодағыдай етіп, алдымен жұмыртқаға, сосын нан үгіндісіне малып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 15 минут давамында пісіріп аламыз. Мінекей өте әдемі болып пісті. Майға қуырудың қажеті жоқ. Келесі кезек осы баклажандарымызды арасына соусты жағып, үстінен помидорымызды қоямыз және салат жапырағын салып орайтын боламыз. Өте әдемі және пайдалы баклажаннан салат немесе рулеттеріміз дайын. Отбасыңызға дәл осылай дайындап беріңіз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздермен болған Тәтті рецепттер каналы.